Ертеде. Маңғыстаудың кең даласында бүгінде Бейнеу ауданына қарасты бір әдемі ауыл бар. Ол Сыңғырлау ауылы. Бұл жердің атауы жайдан жай қойылған жоқ. Оның өз сыры, өз аңызы бар. Баяғыда осы өңірде ел жайлаған кезде жапан далада бір құдық болған екен. Құдық ішінен су сылдыры ерекше, кәдімгі су емес, әуен секілді сыңғырлап ағатын болыпты. Адамдар таң қалып, су сыңғырлаған сайын айнала гүлге оранып, табиғат жанданып кетеді. Ауыл адамдары құдық басына жиналып отыр. Ақсақал сөз бастайды. Мына құдықтағы судың үні қандай тамаша. Судың сылдыры сыңғырлаған күміс сияқты. Осы жерді енді Сыңғырлау деп атайық дейді. Сол күннен бастап бұл өңір Сыңғырлау аталып кеткен екен. Сыңғырлау ауылының оңтүстік шығыс бетінде Ашшағар өзенінің арнасы ағып жатыр. Бұл Ашшағар өзенінің құрамы тұзға толы, бірнеше емге шипа. Ашшағар табиғи ресурс. Қазіргі таңда Сыңғырлаудағы бұл Ашшағар тұрғындарға пайдаланылмай отырған өңір. Қазір Сыңғырлау керемет келбетімен еңбекқор адамдары бар. Шуақты ауыл.